қонақта Сәкен Майғазиев. Ұрпағы не болады деп жылап отқан аталарды көрдім. Бұл сорлыққа бара жатқан жол. Сәкен Майғазиевтің Айжан Байзақова туралы ой қандай? Дұрыс пікірдемін негізі. Екінші әйел алу туралы не ойлайды? Қыздар маған ұсыныс тастай бастады да. 91 тобы туралы ойы. Еңгезердей 5 жігіт отырып, біреуі білмейді. Ешектер жүр, ешек деп мен қорықпай айта аламын. Атарға оғым болмай жүр екен. Топ тарқайды дегенге мен кәдімгідей Арман, 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 ай. Арманжан, туған күнің құтты болсын, бақытты бол, өмірде жолың болсын. Арман жиенім ғой. Сәкен, Майраш деген әнің бар ма? Ана құрбым туған күн еді. Майра деген құрбым. Иә, Майраш деген. Білмеймін, ойлана тұрайын, иә, Жанрапке? Майра. Онда сен ойлана бер, мен барып шоуымды бастай берейін. Жақсы. Қыз едім мен вәлидің Майра. Болмайды. Елімізде спортсмендер көбейсе, онда олимпиада чемпиондары да көбейеді. Ал олимпиада чемпиондары көбейсе, демек ауыл әкімдері де көбейеді. Чемпион басқарған ауылда міндетті түрде спортсмендер көбейеді. Бүгін біз спорт туралы сөйлесеміз. Ендеше шоулатайық! Мен әртүрлі спорт түрлерінің аудармасын қарап шықтым. Шынымен де қызық екен. Мысалы, карате бос қол деген мағынаны білдіреді екен. Демек, елімізде бос жүргендердің барлығы каратистер. Ал атлетика шыдамдылық дегенді білдіреді. Яғни қазақтардың барлығы атлеттер. Себебі кредиті барлар жеңіл атлетикамен, ал ипотекасы барлар ауыр атлетикамен айналысады. Ал гольф ұру, соғу деген сөз. Соңғы кезде кейбір жігіттер әйелдерімен көп гольф ойнап кетті ғой. Бірақ енді спорт болған жерде ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды ғой. Ал биатлон бұл екі жақты күрес дегенді білдіреді. Бізде туғаннан бастап биатлон ғой. Өз жұртың менен нағашы жұртыңның арасында бітпейтін күрес. Кейін үйленіп, оған қайын жұртың қосылған кезде триатлон басталады. Соныменен жастарға айтарым, тезірек биатлоннан триатлонға көшіп, карате, гольфпен айналысқанды қойыңдар. Ютубта мотивациялық видеолар өте көп, бірақ олар біздің спортшыларға ешқандай әсерін тигізбейді. Сондықтан біз қазақстандық спортшылар үшін арнайы мотивациялық ролик түсірдік. Иттің баласы. Спорт саған нан бола ма? Одан да жұмыс істеп ақша таппайсың ба? Мен саған жаман болсын деп айтпайым. Ертең жүресің мен сияқты 60 мыңға жұмыс істеп. Спортыңды қой. Көршінің баласын қырыш, ешқандай пайдаң жоқ. Иттің баласы, сабағыңды оқымайсың ба? Бүгін бізде қонақта әнші, продюсер, Музарт тобының белгілі әншісі, менің өнердегі де, өмірдегі де жақсы көретін інім Сәкен Майғазиев.
Сәкенжан, қаншама қонақ келді, қараңыздаршы. Нағыз әпкесін сыйлайтын бауырымды бекер айтқан жоқпын. Рахмет жаным. Сәкен, енді көріп отырсың, мынау менің жаңа студиям, осы жерде жаңа жоба түсіріліп жатыр. Керемет. Аурасы керемет екен. Ұнады ма? Жалпы сіз кез келген жердің аурасын гүл қылып жібересіз ғой. Ой, рахмет. Қосып қойсыздар ма? Көре алмайды ғой дейсіз. Ал енді өзінде қандай жаңалық? Мына смарт мектебі туралы айтып өтсең, немен айналысып жатыр? Аллаға шүкір, әлемді аралап жүр деп айтсам да болады. Жақында Түркияға барып үлкен жүлделі орынмен оралды. Халықаралық байқаудан біздің былтырғы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында үлкен іс-шараларға атсалысып қайтты. Түркияға барып. Сен Темірбек Жүргенов атындағы академияның шығармашылық бөлімінің проректор болдың. Енді осы кезде халықтың арасында мынадай бір үрей туып жатыр. Ойбай, Сәкен проректор болып кеткеннен кейін бұрынғыдай ән айтып гастрольде жүре алмайды. Өйткені оның жұмысы жауапкершілігі мол. Сосын Музарт тарамаса да Сәкен орнына басқа біреуді дайындап жатыр екен деп. Қаншалықты рас, қаншалықты шын? Жоқ, Құдай сақтасын. Енді біз Музарт тобы, Музарт Лайф деген үлкен жобаны тәмамдағаннан кейін, шыны керек жасыратын жоқ, бәріміз ойлаған болатынбыз. Шынында орта жасқа, былайша айтқанда орта буыннан аға буынға өтіп бара жатқан сияқтымыз. Осы эстафетаны біз Музарт Лайф тобына беріп, ары қарай жеке шығармашылықпен айналысамыз ба деген сияқты. Тіпті менің ғана емес, ол Ерлан Жүнісбайдың да, Мейрамбек Беспаевтың да ортақ сондай бір ойымыз болды, жасыратын жоқ. Бірақ шыны керек кәдімгідей халық уайымдады. Мен бір Төреғалінің бір әңгімесі есіме түседі. Бір жерде отырғанда Төреғали әкесімен бірге Төреғали бәріміз бір жерде дастархандас болып отырдық, 20 шақты адам. Сонда отырып осындай топты сөйтіп эстафетаны Музарт Лайфқа қалдырып біз тарқасақ деген ниеттеміз деген сияқты әңгімені ортаға тастай салған болатын. Бір жарты сағаттың көлемінде мен байқамағам, бір апайымыз байқап қапты. Төреғали, сен көңіл-күйің түсіп кетті ғой деп. Неге сөйлемей отырсың деді. Сен жарты сағат болды, сен бір тұнжырағында қалдың ғой деген кезде Төреғалидың әлі күнге шейін есімде айтқаны. Топ тарқайды дегенге мен кәдімгідей жүрегім сыздап, былайша айтқанда бет пердесі қазақ эстрадасының арқа сүйер болып жүрген ағаларымыз деп кімді көрсетеміз деп уайымдап отырмын дегені. Мен жалғыз Төреғалидың емес, көптеген адамдардың сондай пікірі, шынын айтса, бізді артқа қарай шегіндірді десек те болады. Өйткені сол Музарт Лайф жобасынан кейін жігіттерді алып, біраз Қазақстанның аймақтарына барып концерт қойған кезде халықтың Музартқа деген махаббаты, Музарт Лайфқа деген махаббаты біздің тіпті бөлінуімізге мұрша бермейді деп айтсақ та болады. Сол себепті қалың көрерменге деген құрметіміз біріншіден. Ал енді проректорлығыма келетін болса, Масхат Максимұлы Майемеров мырза мені шақырып ұсыныс жасағанда мен бас тартқан болатынмын. Бір аптадай ойлануға мұрсат беріңіз дедім. Енді кім сізге оңай жұмысты тапсыра қояды? Сол орайда жігіттерді қолдай кетті, Аллаға шүкір. Бірақ енді Асхат Максимұлы айтты, мен үшін әрине бірінші отбасым бірінші орында. Ал енді шығармашылық мәселесіне келгенде, қызмет мәселесіне, қандай да бір атақ, мансап, абыройға келгенде мен бірінші орында Музарт тұрады деген кезімде Сәкен Қордабайұлы бәріне үлгеруге болады. Сол орайда мен өз басым ойлаймын, өткенде бір постта жаздым сондай, жүгі жеңіл есек жатаған келеді деп. Ол жатқан сайын, қолың бос болған сайын сен жалқаулана бересің, оны өзімнен білем. Сол себепті жатпай анағанда мынағанда үлгеруге болатын сияқты. Алла нәсіп етсе шығармашылығымды қатар алып жүрем деген ниеттемін. Бүгінгі бағдарлама спорт туралы екен, бірақ мен өкінішке орай демей-ақ қояйын енді. Қызметтегі адам болғаннан кейін осындай киіммен келдім. Негізі Сәкен спорттық киіммен де бар еді, сіз сияқты киім. Мен енді дайын отырмын ғой. Мен жұмыстан шыға сап келдім. Жоқ, осы киімін тек галстук шештім. Бізде интернет-шоу, сәлем-шоу, бізде еркін сөйлеп, не киіп келсең де барлық жағынан еркіндік. Мейлінше еркін болайын демем да менде. Мен өмірде осындай киіммен көріп пе едің? Не киіп алдым? Сондықтан да еркін отыра бер. Негізі Сәкен, сені спорт тақырыбына бекер шақырған жоқпыз. Сен ылғи өзің Инстаграмда салауатты өмір салтын насихаттайсың. Күрестерейін деп жатқан жоқсың? Жоқ, күрестерейін деп жатқан жоқпын. Бірақ осы сендер мен тілім келмейді. Челлендж ба бір нәрсе түсіресіңдер ғой, спорт жайлы. Бірақ соңғы кезде соны сен көп түсірмей кеттің. Әлде біреу айтты ма, Сәкен аға қойыңызшы, сізге жараспайды. Тастаңыз осыны деді ма? Әлде біз істей алмаймыз деді ма? Сол эстафетаны дұрыс жалғастырмай қойды көп жігіттер, шыны керек.
Одан маған бір күні Жаке, енді сіз әйел азаматшасыз ғой. Иә. Бір күні қыздар маған ұсыныс тастай бастады да, үнемі эстафетаны жігіттерге жолдайсыз, қыздарға да бір эстафета жолдаңызшы деді. Ол эстафетаны сізге көрсетейін ба? Көрсетші. Бірақ оны жалғастырасыз. Жалпы мынандай жаттығу әйелдерге арналған. Былай? Осылай. Негізі алмұрт па, кез келген мандарин болсын, қолға алып осылай істей берсеңіз болады. 3 минут жасау керек бұны. Теледидар көріп тұрып, немесе кез келген бір бағдарлама болмаса бір ән біткенше. Бұның қандай пайдасы бар? Көрсеңізші. Бұл егер 1 минуттан кейін қолыңыз шаршаса, 5 саусағыңыз шаршаса, 4 саусақпен істеуге болады. Мен күнде шелпек пісірем ғой, осылай нан илеймін. 4 саусағыңыз шаршаса, 3 саусақпен істеуге болады. 3 саусақ? 3 саусағыңыз шаршаса, 2 саусақпен. Енді пельмен жасап жатырмыз, е? 2 саусақ шаршаса, 1 саусақпен жасайсыз. Бұл. Мына пышақ қайрап жатырмыз. Болды. Мен осын жолдайын ба? Жолдаңыз. Осы эстафетаны мен Сәкеннен алдым. Мен Саят Медеуовке берем. Саят қабылдап ал. Мен тоқтай алмайтын, бір дұға жаса. Мына тоқтамайды. Бәсе. Ал енді, мына қараңдар. Шынымен жігіттерін шынықтыруға жақсы екен. Әсіресе жігіт азаматтарды бірдеңе түйіп алған жақсы жатыр ғой, не дедіңіз, жаңа шелпек дедіңіз, сосын пельмен дедіңіз. Әйелдерге оңай сияқты, әйел адамдарға. Пышақ қайрау деген мәселеге келгенде, Иә. шынында көп жігіттер әсіресе іс-сапарға кететін жігіттер, үнемі іс-сапарға кетпесе де, айына болмаса да, аптасына болмаса да айына бір рет пышақ қайрап тұру керек үйде. Үйдегі пышақ өткір болу керек, соны ескертіп қойын деген бұл. Бір жаққа кетер кезде құлақтарыңа алтын сырға жігіттер. Үйдегі пышақты міндетті түрде қайрап кету керек. Әйтпесе басқа біреу қайрап кетуі мүмкін. Сәкен, негізі... Маған кім қайрақ қойған деп? Мұнан кім қайрақ қойған, қыл қауып тұр ғой деп. Негізі Сәкен келген қонақтармен мен ойын ойнайтынмын. Сен келіп, мен ойын ойнатып қойдың. Енді менің ойынымды көр. Қазір сенімен біз кішігірім ойын ойнаймыз. Ойынның аты жауап бер. Мен саған қазір жауап беруге қиын сұрақтар берем. Егер сен соларға жауап берсең, жауап бересің. Ал жауап бергің келмейтін жағдай болса, онда 5 рет отжимание жасау керексің. Бірақ сұрақтар қиын еді. Мәссаған, көрейік енді. Өте қиын. Сонымен бірінші сұрақ. Сәкен Майғазиев тойға қаншаға шығады? Жауап бересің бе, әлде отжимание оңай ма? Отжимание жасай салам ау деймін. Кеттік онда. Қиын сұрақ екен. Қанша жасау керек? 5 жарайды. 5 ма? Иә. Ал, қошемет қосып қояйық. 1, 2, 3, 4, 5. Сәкен Майғазиев біреудің әнін ұрлап көрді ма? Отжимание жасай салайыншы. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Керемет. Сәкен, шын жауап бере салшы. Отжимание жасау үшін келдің болсын да? Бүгін жаттығуға бармадым. 3-ші. Сәкен Майғазиев 2-ші әйел алу туралы не ойлайды? Отжимание. Жо, айтам. 2-ші әйел алу туралы мен дұрыс пікірдемін негізі. Егер бірінші әйелін құрметтеп, алақанына салып, жаңағы қыздың көзі қызылда дегендей бір жас қыздарға емес, керісінше бір жаңағы жесір қалған, күйеуінен ерте айырылған, бір тағдырдың тәлкегіне түскен әйелдерге қамқор болып, оның балаларына әке бола алатындай азамат болатын болса, мен өз басым қолдаймын. Даже тіпті керек болатын болса, сондай 2 немесе 3, тіпті 4 әйелдердің барлығын бір арнаға тоғыстырып, тілдерін табыстырып, бір әулет болып отырған азаматтарға да ризашылығымды білдірем. Ал енді әрине, шаңырақты ортаға түсіріп, ананы да жылатып, оның отбасын жылатып, обалына қалғанын мен өз басым қаламайым. Ол бір, және енді шында Алла тағала біріншіден шариғатта рұқсат берген дүние, екіншіден пайғамбарымыздың сүннеті деп атады, үшіншіден қазақтың санын көбейту, демографиясын арттыру мақсатында жасалып жатқан дүние болса, көрсе қызарлық болмаса болды деп өз басым ойлаймын. Сәкен Майғазиев бала кезінде төбелесіп таяқ жеп көрді ма?
Иә, болды. Бала кезде де емес, студент кезде де болды. Студент шақта мен үлкен мейрамханаларда жұмыс жасағам. Сол мейрамханаларда төбелестің көкесі болды ғой. Талай таяқ жедік, талай таяқ жегіздік. Бала болдық. Мысалы, мен қазір өнер академиясында шығармашылық бөлім проректор болғаннан кейін көптеген тәрбие жөніндегі проректоры бар, оқу жөніндегі проректоры бар. Олардың ішінде көптеген азаматтармен жас келсе іске дейді ғой. Қарап отырсаң, жігіттер кәдімгі көп оқу орындарында кездесуге барамын. Көп оқу орындарында жастарды байқаймын. Сені танығандығынан ғана амандасады. Таныса онда да. Егер танымаса, қағып соғып, енді жарайды. Біздің бойымыз қатты үлкен емес қой. Біз басқа өздерінің мұғалімдер өтіп бара жатады, қағып соғып өтіп бара жатқан студенттерді көргенде мен жағамды ұстаймын. Бірақ ұстау керек екен. Жоғары курстың балалары. Енді жасыратын жоқ. Біраз жігіттерді тәрбиелеп келе жатырмыз. Алдағы уақыттарда да басқа барған жерлерде жігіттің жігіт болып өсуіне шамамыздың келгенше ақылымызды, кеңесімізді айтып жүрміз. Ал енді тағы бір қиын сұрақ. Сәкен Майғазиевтің Айжан Байзакова туралы ой қандай? Ажимай. Ажимай не? Неге? Ой жоқ, не деймін? Жақсы, жаман ой жоқ па? Жаке, мынандай дүние бар. Жалғыз Айжан қарындасымыз емес, тағы да бір Құдай кешірсін, енді бір қазақ халқының ұлттық киімін масқаралап, бәрімізді әшкерелеген қарындасымыз, енді қарындас деп айтуға дауыс бармайды, шынына келгенде. Қыздарға. Сонда бір апайдан естігенім бар да, замандас болып келеді енді. Сәкен аға дейді, енді ол кейбір адамдар дейді, енді жалғыз Айжан немесе жаңағы олар мен сондаймын деп жарияға жарсап тұр ғой дейді, мен сондаймын деп дейді, көрсетіп тұр дейді. Ал нағыз ұлттың дұшпандары бар дейді. Өзі басқаша жүреді. Жазатын кітабы басқа, үгіттейтін нәрсесі басқа, насихаттайтын нәрсесі басқа дейді. Солар нағыз ұлт дұшпандары. Ол қазақта сөз бар, жындыны жынды десең, бөркі қазандай болады дейді. Кейбіреулерге жынды деген сайын оларға біз анти жарнама жасап, біз олардың мәртебесін тырнақшаның ішінде арттырады екенбіз, оқырмандарын көбейтіп береді екенбіз. Сол қызды сол бір бағдарламаларға шақырып, шамына тиіп, намысын таптап, жаман сөздер айтып, жерден алып жерге салмай-ақ, көңіл бөлмей-ақ қойғанда сол қалатын еді. Өзімен өзі. Бір жартылай жалаңаш сурет жасады, қалатын еді көлеңкеде. Оның үстіне кәдімгі темпоритм дейді ғой, өмірдің ағысы өте жылдам, қарыштап кетіп бара жатыр. Соны біз өзіміздің бағдарламаларға шақыру арқылы жарнама жасап, қыз текелерді, жаңа трансвеститтерді, бір-бірімен жаңа жынысын ауыстырғандарды, сондай оңбаған ұлттың, діннің дұшпандарын бағдарламаларға шақыру арқылы біз өзіміздің ұл қыздарымыздың жүректерін кірлетіп жатырмыз да. Бола береді бұндай, оны сондай ғой деген сияқты біз қабылдауына, оны әсірелеп, біз өзімізді бала-шағаға жарнама жасағандай болып жарнама жасап жатырмыз. Олар киген сайын оларды бір-екі адам көре бастайды. Біздің көп бағдарламалар нағыз ұлттың дұшпандары екенін өздері білмейді. Соларға анти жарнама жасау арқылы қаншама жаңа көресіңді көрмей, көрге кірмейсің дейді ғой. Соншама кейбір көрейін деген Мосмет деп апалардың жылағанын көрдім. Осындай сондайларды көрсетейін дедің бе, Алла тағала деп. Жарайды дейді, мен өлдім да кеттім, бір аяғым көрде, бір аяғым төрде. Ұрпағы не болады деп жылап отқан аталарды көрдім. Жаке. Сол орайда сондай қыздар, ол заңдылық, ол 90-шы жылдарда, 80-шы жылдарда, 70-шы жылдарда, тіпті Италияда, Францияда, Америкада болып кеткен дүниелер. Біз оны кәдімгі қалыпты дүние сияқты бағдарламаларға шақыру арқылы, былайша айтқанда шекпеннің орнына шапан жауып жатырмыз да. Сөйтіп біз оларға анти жарнама жасап жатырмыз. Сол орайда өтпелі кезең шығар деп ойлаймын, енді ол қарындастарымыз бәрін ұмытатындай кетер еді, бірақ өзіміз жарнама жасап кетіп жатырмыз. Жаке, дұрыс жауап бердің, Аджиманиден құтылдың. Ол үшін Аджиман жасасаған жақсы еді негізі. Ол үшін былайда кез келген адам, оқырман, жастар өскеледі. Мен кіммін деген өзіне сұрақ қою керек. Мен кімдердің парақшаларын оқимын? Мен кімдер шығарған кітаптарды оқимын? Мен кімдердің бағдарламаларын көрем деп өзін саралап алу керек. Мен мәселен, Жаке, бір қоғамдық орынға барсам, айталық ол шаштараз болуы мүмкін. Кез келген бір жерге кірсем,
мекемеге кіріп барсам, ол жерде мысалы әулет бір үйге кіріп барсам, біреудің шаңырағына, ол үйде қандай бағдарлама қойылып тұр телевизорда, содан ақ ол кісінің деңгейін біле беремін. Қандай адам екен? Қандай отбасы екен, қандай әулет, жаңағы енді Құдай бетін арғысын, масқара қыздарымыз бір-бірімен жұлысып атқан, бір еркек сымақ ездеріміздің қатын сияқты бір-бірімен ұрысып отқан көргенде астарына комментарий жазып кетеді, жандарым, мыналар отан қорғайтын тәтті балалар ғой мыналар деген кетеді да. Сондай ешектердің, өкінішке орай, сондай ешектер заңмен қорғалғанда атарға оғым болмай жүр Жәке. Сол үшін ұлың жақсы болсын десең, ұлы жақсымен көрші бол, қызың жақсы болсын десең, қызы жақсымен көрші бол дейді. Бәленің бәрі отбасынан басталады. Мен оған қосыламын. Ал енді келесі сұрақ. Бұл жолы отжиманиядан құтылдың. Шыны қаласымен барынша жауап бердің. Әдемі айттың. Енді Сәкен Майғазиевтің 91 тобы туралы ойы. Қазіргі заманда, қазіргі уақытта 91 деген ақша қар болып қалды ғой бізге, айналайын болып қалды ғой. Олар қайта еркек па деп қалдым қазір. Одан өтіп кеткен сорлылар жүр қазір сахнада. Мұрындарын, құлақтарын кесіп алған, майысып, дұрыстап сұхбатта беремайды ең құрмаса. Екі ауыз сөздің басын қосып айтамайды. Бір бағдарламада бір ешектер жүр. Ешек деп мен қорықпай айта аламын. Неге ешек? Ешек дейтінім Абай жолын жазғанын білмейді. Кім жазғанын білмейді. Абай жолын жазған кім десе, еңгезердей 5 жігіт отырып, біреуі білмейді. Мен бір рет Абай жолын кім жазды десе, Абай жазған шығар дейді. Сәкен есектерді көрдіңіз бе? Мен телевизорда ашып қалғанда бір журналист көшеден тоқтатып, бір әпәдем қазақтың баласын сұрап жатыр. Абай деген кім десе, наверное, художник деді. Жәкесімен жүрегі ауыру қыласыз. Бұл себепті сол орайда мен айтайын дегенім, өкінішке орай, бұл жаңа сіз атын атаған жігіттер жол ашып берді соларға. Өкінішке орай жол ашып берді. Біз ойлап жүрміз, керемет, біз ойбай Кореяның мәдениеті, ойбай біздің бірдеңенің мәдениеті деп. Шынту айтына келгенде, сол корейстердің шайнап тастаған сағызын алып олар шайнап жатыр, болды. Музыкалық бағытында әңгімем жоқ, бірақ киім үлгілеріне не еркек екен, не қатын екенін ажыратамау, бұл сорлыққа бара жатқан жол, абайлау керек. Осымен ойынымыз аяқталды. Екі отжимания қалғанын бәріне жауап беріп құтылдың Сәкен. Енді сенің инстаграмыңа тоқталатын болсақ, енді сенің 3 миллионға жоқ нең бар, оқырманың бар, иә? Енді олардың алдында пост жазып бір отырудың өзі үлкен жауапкершілік. Бірақ кейде Сәкен шынында айтшы, мынадай бола ма? Кейде бір қуып, лағып, басқаша бір пост жасағың келе ма? Емін, еркін, ақыл айтпай ешкімді қуалап бір жасағың келе ма? Қазір жастар көбіне вайн түсіреді ғой, сөйтіп сондай бір жеңіл, айтпесе ертең не айтады деп ойлап өзіңді өзің тоқтатасың. Жоқ, вайндардан да адам өзін көреді ғой негізі. Жалпы қарап отырсаңыз мынау. Жасағың келе ме өзің? Иә, тамаша болсын, кез келген әзіл-сықақ театрлардың барлығы адамның өзінің бет бейнесін көрсету арқылы әзілмен жеткізіп жатады ғой. Пародия жасау арқылы. Бірақ мен өзім курстастарыммен, достарыммен, сыныптастарыммен еркін қалжыңдап, аузымызға келгенді жазып, мектептегі лақабаттарымен айтып, Абашкан, Мок деген сияқты сондай әңгімелермен жазып сөйлесе береміз. Сені қалай атайды? Мен Қалдыбек дейтін негізі. Қалдыбек? Қалым көп еді. Қалдыбек дейтін. Қалдыбек, Қалдыбай. Сөйтіп Қалдыбек деп айтатын. Қаншама адамның жүгін арқалап отырғаннан кейін қатты қалжыңдауға қорқамын. Былайша айтқанда анайы кетіп қалуға, немесе шеңберден шығып кетуге. Шынтуайтына келгенде, мынау YouTube арна деген жалпы қазіргі заманның алық шепте тұрған әлеуметтік желісі. Бұл арнаны ашып, алға қарай дөңгелетіп жатқаныңызға мен біріншіден қуаныштымын. Сіздің ұжымыңызға рахметімді айтқым келеді. Бұндай керемет студияны, аурасы бөлек аудиторияны табу оңай емес. Көрермендерге де рахметімді айтамын. Жәке, қонақтарыңыз көп болсын, сүбелі сұхбаттарыңыз көп болсын. Рахмет. Жан-жағыңызға нұр шашып, сәуле шашып, күлкіге қарық қылып, әнмен әлдилеп жүре беріңіз дегім келеді. Аман болыңыз, қартаймаңыз. Рахмет тілеге. Ал енді Сәкен, бізге қонақтардың құр қол келмейтінін білетін шығарсың. Енді біздің мына жаңа шоуымызға маған қандай сыйлық алып келдің? Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы спортқа арналғаннан кейін мен өкінішке орай спорттық киім киіп үлгермедім. Өте тығыз болып тұр уақыттарым. Бірақ оған қарамастан жыман жасап бердім, көрдіңіз. Бірақ мен доп ала келдім сізге. Қане?
Қандай доп десе, мынау Маған кәдімгі. жаңағы әппақ доп өзіңіздің жүрегіңіз сияқты. Сәкен, ендеше осы допқа өзіңнің дүйім халықтың алдында қолтаңбаңды қойып берші. Сәлем шоуға деп. Тұрып ағасың. Рахмет. Мінеке, құрметті көрермендер, каналға жазылып, қызықты комментарий қалдырған адамға осы Сәкеннің қолтаңбасымен допты сыйға тартамыз. Сәкен, сыйлығыңа үлкен рахмет. Жетістікке жете бер, халқының алғысына бөлене бер, соңынан ерген іні қарындастарыңа үлгі болып, қазақтың Сәкені болып өрлеп өсе бер. Бүгін бізде қонақта болған қазақ елінің мақтанышы Сәкен Майғазиев. Сонымен спорт тақырыбын Жанар әрі қарай апай. жалғастырамыз. Жанар апай, сізге негіз боксқа қатысу керек сияқты. Неге? Енді сізге жүргізушіге қарағанда, сізден байқап тұрмын өзім бұлай жақсы боксер шығатын сияқты сізден. Сен солай ойлайсың ба? Иә, көрініп тұр ғой. Көрермендер ұйықтап жатыр. Сен тағы да бастадың ба, қоясың ба, жоқ па? Жоқ, айтса айтты дейсіздер. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы спорт. Рас қой. Шақырып тұрған қонағыңыз әнші. Айналайын, Сәкен деген қанша әнші болса да, ол спортқа өте жақын інім. Жоқ, енді жақын інім демей-ақ, бірден ол жасыратын несі бар, айта берсеңші. Өзіме жақын інім, сөйтіп шақырып жатырмын деп айтпайсыз ба таныстарым? Сонда сен Сәкен шақырғанына қарсысың ба? Жоқ, мүлдем қарсы емеспін. Онда не? Шақырыңыз. Бірақ енді спортқа тікелей қатысты адам табылмай қалды ма сонда? Илья Ильин, Геннадий Головкин, хотя бы Қуат Найман. Шақырыңыз. Ол деген блогер ғой? Енді ол спортшы ғой қанша дегенмен. Спорттан хабары бар шығар, бір-екі нәрсе айтып беретін еді ғой енді сізге. Қарағым, сен бері қарашы өзі. Ана мұрның бар ғой, бір шетіне бетіп жылжымай тұрған кезде қой. Айтпесе не істейсің? Қазір дәріде қымбат, дәрігерде қымбат, бекер шығылдан. Барды бар, жоқты жоқ дейтін кез келді ғой. Дәулет, қазір өзің жоқ болып кетпей тұрған кезде қоясың ба, жоқ па? Тура айтсам туғаныңа жақпайсың. Қой дедім ғой мен саған. Қоям мен, бұл ештеңе айтудың қажеті жоқ қой, қазір адамдарға бар ма? Бетіңнен алады ғой осы. Болды. Спорт кез келген адамның өмірінде болуы тиіс. Өйткені мен бір нәрсені байқадым. Егер адамның өмірінде спорт аз орын алатын болса, онда ол адам автобуста көп орын алады. Сондықтан міндетті түрде спортпен айналысыңыздар. Ал әзірше саусақтарымызды шынықтырып, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, каналға жазыламыз. Бұл сәлем шоу. Келесі кездескенше!